Сәлем достар, сіздермен бүгін өте оңай пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен біз жұмыртқаны жақсылап миксермен араластырып аламыз. Болмаса венчиктің көмегімен араластырсаңыз болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Менің каналымда басқа да түрлі рецептер бар. Сіздермен бөлісетін боламын. Енді ванильный сахар қосып, сосын қантымызды салып араластырып аламыз. Описанияға жазып қоятын болам құрамдарын. Бір кесе айран құямыз. Және онға разрыхителді салып араластырып аламыз да. Біртіндеп салып массамызға құямыз. Осылай бір қалыпта араластырып тұрыңыздар. Духовканы алдын ала 180 градуста қосып қоямыз. Міне табамызды майлап қойдық та, енді 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Міне пісті, ыстықтай кеспейміз, суытып алып, сосын кессек болады. Бетіне сахарный пудра мен малина қойдым, сәнде өз қалауыңызша. Өте оңай, жасап көріңіздер. Ас болсын.